Сәлем достар, бүгін осындай өте сочный, дәмді әрі пайдалы көктем атты салатты сіздерге жасап көрсетпекшімін. Барлықтарыңыз білетіндей, осы мезгілде барлығымызға көкөніс өте таптырмас витамин. Енді осы витаминге толы салатты жасау үшін менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, салатты менімен бірге жасаңыздар. Кеттік. Алдымен бізге пекин капустасының осындай қаттысыз жапырақтары қажет. Осыны бөліп, қалауыңызша үзіп турап бір ыдысқа салып аламыз. Кез келген формада өзіңіз турап, болмаса үзіп салып алсаңыздар болады, қалауларыңыз. Одан соң банка жүгері, одан кейін қияр бірнеше, және де қызанақпен асылған жұмыртқа қажет. Ал енді барлығыңызға көрсеткенімдей, осы капустаны жұлып алып, осылай үстіне барлық ингредиенттерді, яғни қиярды, қызанақты барлығын осылай жапырақша тәріздес тураймыз, және ортасына жүгерімізді саламыз. Қалауларыңызша тұз және бұрыш қосуларыңызға болады. Және жұмыртқаны соңғы көрсетейін дегенім, осылай жапырақтап үзіп турамай-ақ салуға болады. Не себепті? Себебі ауқымды және өте дәмді болып желінеді. Жұмыртқаны мен өзім кез келген салатқа негізі турай бермеймін. Осылайынан эксклюзивный бренд қылып жұлып саламын. Әрине, өздеріңіздің қалауларыңыз жұмыртқаны турап жапырақтап салам десеңіздер де өздеріңіз қалауларыңыз. Пекин капустасының орнына лист жапырақтарын салсаңыздар болады. Одан кейін өздеріңіздің қалауларыңызша начинкасына салуға болады кез келген жапырақты. Міне қараңыздар, осындай витаминге толы көктем атты салатымыз дайын болды. Үстін әсемдеп, петрушка болмаса селдерінің жапырағымен әсемдеп, қалған жүгеріңізді осылай шағын ғана қойып қойсаңыз, өте әдемі көрінеді. Дастарханыңыздың сәнін ашатынына мен кепілдік беремін. Және де барлық қонақтарыңыз сізді мақтан тұтып рецептісін сұрайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп етіңіздер.